Ассалаумағалейкум достар, менің жүйелі бизнес атты каналыма қош келіпсіздер. Жалпы бұл каналдың мақсаты Қазақстандағы кәсіпкерлердің, кәсіп бастайын деп жүрген азаматтар мен азаматшалардың жалпы кез келген компанияда басқару қызметтеріне жұмыс жасайтын біздің бауырларымыздың біліктілігін, білімін көтеру. Сондықтан бұл каналда мен сіздерге компанияны басқаруға байланысты, компанияны жүйелеуге байланысты жақсы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Егер сіздерге бұл ақпараттар қызық болатын болса, жалпы осы менің каналыма тіркеліп, менің видеоларыма лайк басып, менің сіздермен бөлісіп жатқан білімдеріме қолдау көрсетсеңіздер болады. Ал енді бастайық. Бүгін біз сіздермен жалпы кәсіпті жүйелеу неден басталатынын айтатын боламыз. Жалпы жүйені бастау үшін ең бірінші компанияның бизнес моделін дұрыстап анықтап алу керек. Бизнес модель деген қарапайым тілде сіздерге түсіндіретін болсам, бұл бір үйдің фундаменті секілді. Егер үйдің фундаменті нық берік болатын болса, онда демек үйдің қабырғасы да сапалы салынады, шатыры да сапалы жабылады. Және де үй сыртқы факторларға қарамастан ұзақ жылдар бойы тұра береді. Сол секілді бизнесте де. Егер сіздің компанияңыздың бизнес моделі нақты құрылған болатын болса, онда сіздің бизнесіңіз ешқандай да кризистерге, конкуренттің қысымына дес бермей өз жұмысын жалғастыра беретін болады. Жүйені әдетте біз бастаған кезде компанияны ашып алғаннан кейін, компанияға клиенттердің көптеп келгеннен кейін құру керектігін біліп жатамыз. Бірақ ол дұрыс емес, себебі клиент келмей тұрып, сіз бизнесіңізді жүйелі түрде бастауыңыз керек. Жүйелі бизнестің бірінші сатысы ол мен айтып өткендей бизнес модель. Бизнес модель дегеніміз екі үлкен бөлімді біріктіреді. Бірінші бөлім өнім, екінші бөлім нарық. Яғни менің өнімім не, менің нарығым қандай. Осы екі бөлімге мұқият тоқталып, әр бөлімді дұрыстап зерттеулеріңіз керек. Менің өнімім не деген кезде, мен халыққа қандай өнім сатып жатырмын? Неге халық менің өнімімді алу керек? Және де менің өнімім жалпы нарықта конкуренттерге қарсы төтеп бере алады ма? Менің конкуренттерімнің тізімі қандай? Ол конкуренттерімнің нарыққа деген ұсыныстары қандай? Ол конкуренттерімнің бағалары қандай? Менің бағам олардікінен төмен бе, жоғары ма? Клиенттерге менің өнімімді алатын кезде қандай тұстар маңызды, қандай критериялар маңызды? Менің өнімім жалпы клиенттердің қандай проблемасын шешіп береді? Менің нарығым қанша пайыз? Қазіргі таңда мен сол нарықтың қанша бөлігімен жұмыс істеп келе жатырмын? Қалған бөлігіне шығуға мүмкіндік менде бар ма, жоқ па? Менің аудиториям жалпы кім? Қай жаста? Менің аудиториям қай жерде орналасқан? Ол аудиторияның тізімін сараптап жасап алғаннан кейін менің конкуренттік стратегиям қандай? Неге ол аудиториям менің конкуренттерімнің айналып өтіп менің өнімімді алу керек? Осыған ұқсас сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер өздеріңіздің бизнес модельдеріңізді құрасыздар. Бұл көбінесе бизнестің логикасы, бұл санамен жұмыс жасалады, және де бұл сұрақтардың жауабын білу арқылы сіз өз салаңызда эксперттігіңізді арттырасыз. Және де өзіңіздің конкуренттеріңіз жайлы нақты мағлұматтарды білетін боласыз. Бұл өте маңызды. Осы сұрақтардың жауабын білген компания көбінесе маркетинг саласына өте аз қаражат жұмсайды, және де маркетингте салынатын қаражатты тиімді жұмсайды. Себебі ол өзінің аудиториясын нақты біледі, конкуренттерін жақсылап зерттеген, конкуренттері маркетингтің қандай құралдарын қолданып жұмыс жасайтындығын біледі. Солардың барлығына зерттеу жүргізе отыра, ол дұрыс шешім қабылдайды. Өзінің бизнес моделін білмеген компания әдетте маркетингке өте көптеген қаражаттар жұмсайды. Мәселен, кейбір компаниялар Instagram желісі арқылы өзінің өнімін шығарып, таргетинг арқылы көптеген қаражаттар жұмсауы мүмкін. Бірақ егер бизнес моделіне тоқталып, аудиториясын түбегейлі зерттейтін болса, оның аудиториясы мүмкін базарда орналасқан шығар. Ал ол кісі таргетинг арқылы қаншама қаражатты жұмсап жатыр, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Себебі оның аудиториясы ол жақта емес. Инстаграмның аудиториясы бөлек, базардағы аудиторияға Инстаграмның қажет жоқ. Базардағы аудиторияға басқаша маркетингтің құралдарын қолдану керек. Бұл тек мысал. Осыған байланысты сіздер осы айтылған ақпаратты сіңіріп, өздеріңіздің бизнесіңіздің бизнес моделін жаңадан құрып, сұрақтарға жауап алып, жүйелі түрде бастауларыңызға болады. Бұл жүйелі бизнестің бірінші баспалдағы деп айтайын. Болашақта мен сіздерге жалпы бизнесті жүйелі жасаудың әртүрлі құралдарын, әдістерін беретін боламын. Сондықтан құр қалмаңыздар, жазылып қойыңыздар. Міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар. Себебі бұндай тақырыпта жалпы жүйелеуге қатысты бізде қазақша контент мүлдем жоқ. Менің бұл каналдың негізгі мақсаты менің біліміммен, осы уақытқа дейін жинаған тәжірибеммен шынайы түрде бөлісіп, қазақ аудиториясын осы білімдерді өз бизнестарында, өз шаруаларында қолдану болатын. Сондықтан
Келесі видеоларда жүздескенше аман сау болыңыздар.